Бұл видео журналистика мамандығын таңдап отырған оқушыларға арналған. Сәлем достар, сендермен бірге мен Зейнегүл, және бүгінгі видеода журналистика мамандығы туралы сөйлесетін боламыз. Оның ішінде шығармашылық емтиханды қалай тапсырамыз? Шығармашылық емтихан тапсыратын кезде портфолионың болуы міндетті ме? Курсты қалай дұрыс таңдаймыз? Ең қызығы, 130 балдан қалай 128 балл алдым, осы туралы айтып беретін боламын. Ендеше видеоны көп созбай бастаймыз. Сен секілді мен де 11-ші сынып бастала салысымен журналистика факультеті туралы, журналистика мамандығы туралы әртүрлі видеоларды іздеп қарап бастадым. Бірақ өкінішке қарай ол видеолардың ішінен өзіме керек мәліметтерді толық ала алмадым. Бірақ сен дәл осы видеодан өзіңе керек толық мәліметті ала алатыныңа сенімдімін. Видеоны соңына дейін қара. Егер тағы да бір сұрақтарың болса, комментарийға қалдыр, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бірінші, журналистика мамандығына түсу үшін қанша пән тапсырамыз? Сол туралы сөйлесейік. Кейбіреуінің ойынша журналистика мамандығына түсу үшін 5 пән тапсырамыз деп ойлайды екен. Яғни қазақ тілі, қазақ әдебиет. Бірақ жоқ, журналистика мамандығына түсу үшін ОБТ-дан тек 2 пәнді тапсырамыз. Біріншісі ол оқу сауаттылығы, 10 сұрақтан тұрады. Екіншісі Қазақстан тарихы, 20 сұрақ болады. Толық балл 30. Жалпы мен шығармашылық ОБТ-ны тапсырып, 30-дан 28 балл жинадым. Оқу сауаттылығынан 10-нан 9, Қазақстан тарихынан 30-дан 29. Курсқа келетін болсақ, дайындықты 140 курсынан бастадым. Қазақстан тарихынан 140 арқылы дайындалдым. 2 айдың курс оқысам, 2 ай жеке өзім дайындалдым. Соның нәтижесінде жақсы нәтижеге жеттім. Мен сендерге айтарым, ең бастысы өздеріңе сеніңдер, өздерің білімдеріңе сеніңдер, сонда ғана жетістікке жетесіңдер. Шығармашылық ОБТ тапсырып болғаннан кейін болды емес. Әрмен қарай сендерді 100 балдық шығармашылық емтихан күтеді. Енді шығармашылық емтихан туралы толық айтып берейін. Шығармашылық емтиханның бірінші кезеңі эссе немесе шығарма жазу болды. Мен тапсырған кезде бізге шығарма жазасыңдар деді. Сендер басқа да тапсырып жатқан оқушылармен бірігіп, бір корпустың ішіне кіресіңдер. Сол жерде әркімнің өзінің орны болады. Цифра арқылы белгіленеді, және әркім өзінің орнына барып отырады. Сендердің көздеріңше белгілі бір қағазды алып келіп ашады, ал оның ішінде 3 тақырып болады. Маған келген 3 тақырып, бұл біріншісі Қазақстанның тәуелсіздігі, екіншісі менің таңдаған мамандығым, үшінші тақырып Астана туралы болды. Яғни осы 3 тақырыптың өзің қалаған бір тақырыбына шығарма жазасың. Негізі көбінесе менің таңдаған мамандығым. Осы тақырып міндетті түрде келеді. Біз де сол тақырыпты таңдап жаздық. Тақырып белгіленгеннен кейін сендерге А4 форматта 5 қағаз беріледі. 5 қағаздың алғашқы 3 бетін толтырсаңдар, сол да жеткілікті. Ең бастысы тақырып, негізгі бөлім және қорытындыны дұрыстап жазып берсеңдер болғаны. Мен 3,5 бет жаздым, ал соңғы 5-ші бетін черновик ретінде қолдандым. Шығарманы жазу барысы қалай өтеді? Біз жазған кезде 4 жақтан камера тұрды, мұғалімдер ары-бері қарап жүрді. Ал біздің ұялы телефондар мен сөмкелерімізді кірер кезде өткіздік, сол жерде біз шыққанша тұрады. Шығарма немесе эссені жазу үшін 3 сағат берілді. Егер белгілі бір себептерден кеш бастаса, қанша уақыт кешіктірілсе, сонша уақыт қосып береді. Ол жағын уайымдамаңыздар. Шығарманы жазып болғаннан кейін көп күттірмей кешкі уақытта жауабы шығады. Енді барлығы қорқатын екінші кезең – собеседование. Бұл бізде қалай өтті? Біз басқа да абитуриенттермен бірге корпустың сыртында жиналдық, және әрқайсымызды жеке-жеке есімдерімізді атап шақырады. Белгілі бір бөлменің ішінде 5 комиссия мүшесі отырды. 5 комиссия мүшесіне 5 оқушыдан кірдік. Және кіре берген кезде бізге бір ақ қағаз таратты. Ол жерде біздің жауап беретін 3 сұрағымыз жазылып тұрды. Оны біз өзіміз таңдамаймыз, біздің алдымызда мұғалім отырады, сол жеке-жеке беріп тұрды. Содан біз әрбіріміз комиссия мүшесіне кіріп отырдық, өзіміздің сұрағымызды оқыдық және жауап бердік. Маған келген 3 сұрақ. Біріншісі, қазақ радиосы қай жылы құрылды және биыл неше жыл толды? Екінші сұрақ, қандай сайттарды қолданасың? Үшінші сұрақ, портфолионды таныстыр. Міне, осы 3 сұрақ келген болатын. Үшеуіне де жауап бердім. Менде как раз портфолио дайын болды. Сонымен сұрақтарға жауап беріп,
өзімнің ойымды жеткізіп, портфолиомды таныстырдым. Собеседованиеда толық балл 50 болды. Көп ұзамай жауабы шықты. 50-ден 50 алдым. Сонымен портфолиоға келетін болсақ, бұл менің портфолиом. Портфолио жасау міндетті ме? Мен негізі бұл туралы ұзақ ойландым. Егер де сен Казну университетіне түсетін болсаң, портфолио жасау міндетті. Себебі портфолиоға қосымша балл қосып береді. Бірақ басқа университеттерде портфолио тек өзің үшін ғана екен, яғни ол үшін балл қоспайды. Ең алғаш портфолиодан қатты қиналдым. Қалай жасаймын? Портфолионың ішіне не деп жазамын? Мен жетістіктерім көп емес қой, жарық көрген мақалаларым жоқ қой деп қорыққан болатын. Бірақ курсқа қатыстым. Ол курста эссе, шығарма, сонымен қатар видео түсіріп, портфолио дайындап үйренеді екенсің. Мен ол курсты ести сала, тез арада тіркеліп, оқып шықтым. Курс бізде 1 айға созылады. Ол курстың аты зуылдақ курсы. Егер сен 1 аптаның ішінде портфолио дайындап, сонымен қатар эссе, видео түсіруді үйренгің келсе, зуылдақ курсына міндетті түрде жазыл. Себебі зуылдақ курсының арқасында шығармашылық емтиханға толық дайындалып бардым. Портфолиоға қосатын жетістіктерің аз болса, бұл курс арқылы сен жетістіктеріңді көбейтіп, мақалаларды газет журналға шығара аласың. Сонымен қатар әртүрлі эссе мен шығармалар жазып, портфолионды толықтыра аласың. Енді кезекте портфолионы қалай дұрыс дайындаймыз? Бұл портфолионың ішінде не қамтылу керек? Сол туралы әңгімелесейік. Байқасаңыздар, мен портфолионы жасыл түсте жасадым. Бұл жерде алғашқы бетінде портфолио дейтін жазу және виньеткада түскен суретімді қойдым. Менің есімім толық жазылып тұр. Және болашақ универімді де белгіледім. Келесі ең астына бүгінгі сенің талпынысың ертеңгі жетістігіңнің алғашқы қадамы деп цитатамен бастадым. Ең алғашқы бетінде briefly about myself, яғни мен туралы қысқаша факттер көрсетілген. Өзімнің фотосуретімді қойдым. Қай мектепте білім алғаным туралы, яғни логотипін белгілеп кеттім. Содан соң бос орынға Instagram аккаунтымның QR-ын қойдым. Бұл жерде менің кішігірім фотосуреттерім. Келесі беті ерекше көзге түсетіндіктен, өздеріңіздің таңдап отырған университеттеріңізді жазсаңыздар болады. Себебі өзіңнің таңдап отырған университетіңді көрсету өзің үшін плюс болады. Мен неге Казну екенін факттер бойынша дәлелдеп өттім. Келесі бетінде менің ОБТ сертификатым. Келесі бетке өткенде үлгі тұтатын журналист. Өздеріңіз үлгі тұтатын журналистеріңізді жазсаңыздар болады. Бұл бетте мен YouTube каналымда сұхбат өткізген болатынмын. Және сол сұхбаттың QR-ын қойып қойдым. Келесі бетте журналистік жетістіктер. Келесі. Бұл мақалалар жиынтығы. Келесі. Менде мақалам тек біреу болғандықтан, мен әлі жарыққа шықпаған мақалаларымды да қостым. Келесі бетінде The First Report, яғни менің ең алғаш репортаждарым. Портфолионың бір ерекшелігі, сен өзіңнің әрбір жеткен жетістігіңді ашып көрсете аласың. Келесі беті Зейнегүлдің қыр-сырлары, яғни өзім туралы факт келтірдім. Ағылшын деңгейім, халықаралық жетістіктер, мектеп ішіндегі жетістіктерім. Келесі бетінде YouTube каналым туралы жазылған, және соңғы бетінде зуылдақ курсындағы жетістігімді жазып өттім. Зуылдақ курсына қатысқан әрбір оқушыға осындай сертификат беріледі. Мен қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мұғалімінен өзім туралы мінездеме алдым. Бұл мінездемені де портфолиоға қостым. Соңғы беттерінде менің әлі жарыққа шықпаған мақалаларының жиынтығы көрсетілген. Сонымен, ең соңғы бетінде менің толық аты жөнім және журналист, не себепті журналист мамандығы. Сол туралы кішігірім жазып өттім. Ең соңында thank you for your attention деп аяқтадым. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша цитата жазсаңыздар болады. Бұл менің өзімнің ойымнан шыққан цитатам. Білім мен ізденіс жолында тоқтау жоқ. Мен үшін әр күн жаңа мүмкіндік. Осымен
портфолиом аяқталады. Міне осымен бүгінгі видео аяқталады. Жас талапкер, егер де сенің қосымша сұрақтарың болса, комментарияға қалдырып кет, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең бастысы, өзіңе сенімділікті жоғалтпа, сонда ғана жетістікке жететін боласың. Ендеше, келесі кездескенше.